бізге тек қана баламызға аяушылық көзбен қарамаса екен, бізді қолмен бүйтіп саусағымен көрсетпесе екен, сосын баламызға тиіспесе екен, неге сен балаң бүйтпейді, неге сенің балаң сөйтпейді, сен бүйтпейсің деген сияқты сондай болмайтын тәрбие сағатын өткізбей ақ қойса екен. Сол кезде агрессия басталады да менде. Сен білмесең лучше үндемей ақ қой деген сияқты. Сосын туысқандар тоже мынандай басталады, ой, олар айта береді деген сияқты. Енді өздері отырып көрмегеннен кейін ондай баламен қасында болмағандықтан айту оңай. Сондықтан бірден тыйып тастаймын. Айтпай ақ қойыңыздар. Мен өзім білем, маған қабылдау онсыз да оңай болған жоқ, сондықтан лучше ештеңе айтпай ақ қойыңыздар деген сияқты. Әйтпесе тоже бастайды. Бір мынандай жеңілдік дей ма, беріп қойсаң уже бастайды. Анау мынандай екен ғой, негізі олар айта береді ғой, ананың баласы бүйтіп сөйлеген, негізі бүйткенде сөйткен, негізі ананың бір емшіге апарғанда бүйткен деген сияқты бір бастайды. Сосын мен айтамын, жарайды, керек емес, айтпай ақ қойыңыздар деп.